Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бүгін цифра тортын дайындайтын боламыз. Тортымыз яғни санды торт. Өте жасалуы буфе пай тортына ұқсап дайындалады. Өте нәзік торттардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер, үй іштеріңізді қуантсаңыздар, бір жас туған күндерге жасасаңыздар өте керемет шығады. Бізбен бірге дайындаңыздар. Алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз, осылай 4 жұмыртқамызды. Үстінен қантымызды сеуіп, миксермен жақсылап араластырамыз да, көпіргенше араластыратын боламыз. Аппақ болып көпіреді. Осылай аппақ болып көпіреді. Үстіне ертілген сармайымызды салып, оны да миксерлейтін боламыз. Електен өткізіп ұнымызды саламыз. Какаоымызды да електен өткізіп салатын боламыз. Разрыхлителімізді саламыз. Алдымен жай араластырып алып, соңына миксерлейтін боламыз. Әйтпесе шашырап кететін болады. Ертілген сармайымызды салып, араластырып, сұйықтық болу қажет. Жан-жағын тазалап алып, алдын ала қиылған қағаз санымыздың үстіне пергамент қағазымызды төсеп, осылай үстіне салып, жағып, тегістеп жағатын боламыз. Қайшымызбен қиып жан-жағын. Духовкаға 180 градуста 5-7 минут аралығында пісіреміз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Крем үшін сливкиіміз бен творожный сырымызды алдын ала араластырып, миксерлеп, сахарный пудра, яғни қант ұнтағын сеуіп, осылай крем дайындалады. Креміміз қою болуы қажет осылай. Осылай салапанымыздың ортасына ашып, ішіне салатын боламыз кремімізді. Жан-жағын пышағымызбен тегістеп аламыз. Енді шариктарымызды шығаратын боламыз. Осылай шариктарымызды шығарып, біркелкі шығаратын боламыз шариктарымызды. Ортасына жағып, үстіне салып, бір деген санымызды үстіне қойып, осылай аздап-аздап басып шығамыз. Жан-жағын пышағымызбен тегістеп, кесіп аламыз. Мен бір күн холодильникте қойдым. Осылай жұмсақ болып шығады. Осылай әсемдедім. Орео, печенье, шоколадтарды қойып әсемдесеңіздер. Әркім өз қалауымен әсемдесе болады. Жеміс-жидекпен, безелермен әсемдесеңіздер, шоколад қойсаңыздар да болады. Осылай жеміс-жидектерімізді қойып, өте керемет шығады. Балалар да қуанып жейтін болады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте керемет, жұмсақ болып, үлпілдек болып шығады. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген рецепттер болады. Сіздермен бірге бөлісіп отыратын боламын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.